Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай асқабақтан манты жасайтын боламыз. Ол үшін қажетті ингредиенттерді описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыз болады. Мантыға қажетті заттарымызды дәл осылай видеодағыдай етіп, төрт бұрышты етіп, кесіп, турап дайындап алатын боламыз. Келесі кезекте мен осылай қойдың майын пайдаландым. Мантының асқабақтың және жаңағы асқабақ мантымыздың дәмін келтіретін болады. Іш май немесе осылай қойдың майын қолдансаңыздар болады. Және де келесі кезекте асқабағымызды дайындап алатын боламыз. Асқабақтарыңыз жаңағы сары болатын болса, дәмі өте керемет болып шығатын болады. Осы асқабақтың мантысын жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте өзгеше болады. Мен салмам жаңағы кішірек ыдысқа сыймағандықтан үлкенірек ыдысқа ауыстырып салып алдым. Және де араластыруға ыңғайлы болатын болады. Әркім өз еркіне қарай осылай дәмдеуіштің әр түрін пайдаланса болады. Мен осы түрлерін пайдаландым. Келесі кезекте қамырымызды илейтін боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды, сұйық майды және де су мен тұзымызды араластырып, жұмсақ етіп қамыр илеп шығаратын боламыз. Жұмсарған қамырымызды жарты сағатқа тындырып, жаңағы қамырымызды жайып алатын боламыз. Мен сыпырамды жерге жайып, жаңағы жерге жаю ыңғайлы болғандықтан отырып жайдым. Қамырымыз жаңағы жұп-жұмсақ, әдемі болып, жұқа болып жайылатын болады. Жұқа етіп жайылған қамырымызды дәл осылай кесіп алатын боламыз. Рет-ретімен қойып, төрт бұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Мен салмасына қыстық салаттың жаңағы бір кесесін салдым. Ол жаңағы салманың дәмін келтіретін болады. Яғни манта варкілердің листісін дәл осылай майлап алдым. Және де мантымызды бүгіп болғаннан соң бетінде майлап алатын боламыз. Сонда мантылеріңіз жабыспай әп-әдемі болып пісетін болады. Және де пісуге 10 минут қалған кезде мен астындағы қайнап тұрған суын үстіне құйып алатын боламын. Ол видеода көрсетіледі. Және де осы мен көрсеткен әдіспен жасап көрсеңіздер, мантылеріңіз керемет болып шығады. Қош сау болыңыздар.